Сәлем достар. Бүгін менің өзіме қойған денсаулыққа 365 күн атты челленджімнің 8-ші күні. Күн тамаша, айнала жап-жасыл, ашық аспан. Айналада құстар сайрап жатыр. Керемет. Салқын дала. Ұйқыны бірден ашады. Үйден шықпай тұрғанда ұйықтай тұрсам екен деп ойлап тұрасың, бірақ сол маленький яны тыңдамай, нәпсімді тыңдамай далаға шығып кеттім. Керемет болып тұр дала. Қазір біраз тренировка жасаймын. Содан біраз бақшада жұмыс істеймін. Аллах берса. Әлхамдулилля, тұрып жүргеніме. Себебі бұл видеоны түсіру мақсатым менің орта жылдан қалдырмай 365 күн бойы осылай таңертең серуенге шығып, тренировка жасап міндетті түрде өз денсаулығымызды жөндеуге, ешқандай дәрі-дәрмексіз жөндеуге бел байлап, бір жағынан сіздерге де пайдалы болсын, өзіме де мотивация болсын деп видеоға түсіріп жүрмін. Ең бастысы өз әдеттерімізге өте қатты мән беруіміз керек екен. Ұйқы дұрыс болу керек. Күн батысымен жатуға тырысып, күн атысымен далаға тұруға тырысу керек. Дұрыс су ішу керек, таза су. Дұрыс тамақтану, пайдалы тағамдарды жеу, қабылдау және міндетті түрде тренировка жасау, қозғалу. Бұл денсаулық бізге аманат. Денсаулық болса, кез келген асулардан асып, биіктерге жетуге болады. Аллах берса. Бәріңізге сәттілік тілеймін. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Өмірлеріңіз мәнді, сәнді, берекелі болсын. Көріскенше күн жақсы.